Ассаламағалейкум, қазақ елі, қазақ жері. Мына біздер қазір Өскемен қаласындамыз. Өскемен қаласы Ұлан аудандық сотындамыз. Осы жерде белсенді азамат Қапаев Бақтыбекті осы 9 июньда митингқа шығармау мақсатында ол кісіге анаша салып, осынан огород болғанда біреулерге жалға берген теплицасы ғой, негізінде жалға берген теплицаның ішінде жабайы конопля дейді ғой, сонда өсіп жатқан. Соны мына қазіргі күндерде Өскемен қаласының құқық қорғау саласы қызметкерлері барып Бақтыбектің үстінен жала жауып, мына қазір 9 июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Қазір 8 айдан бері сотқа сүйрелеп жүр. Қолдарында ешқандай дәлел факті жоқ. Еще бұлар Өскемен қаласының мына құқық қорғау саласы бұған қазір жала жауып тұрғаны айдан анық болды. Қазір біз сотқа қатыстық, көрдік сотта. Енді қазір Өскемен қаласының белсенділері Астанадан бар, Шудан бар. Суретке түсіресің ба? Вот, не всех. Пойдем, я тебя просто сфотографировал на общий. Насай тұрында. Прямой эфир. Прямой эфир же у меня. Мен осы ішінен өзім кейін скриншот жасап ала салам. Қол көтере бердім, қалып кетейін. Қазір сөйлейтін азаматтар болады. Так, тұра тұрыңыздар. Жайларды тұрыңыздар. Кім басынан бастап айтып береді өзі? Не болды, не қойды? Қалай жала жабылды? Бұны Бақтыбек деген азаматымыз осы, белсенді азаматымыз Өскемен қаласының. Бақтыбек. Өздеріңіз бүгін куә болдыңыздар. Бұлар маған жала жауып белсенді танытқан үшін. Мен неше рет 2 жыл болды қорқықты жерде. Мен сатып алмақшы болды. Кейін шықпағаннан кейін өстіп жала жауып аузымызды жатқысы келді ме, показательный суд жасатқысы келді ме. Осындай жала жауып жатыр. Тіпті менің вообще қатысым жоқ теплицаға. Мен территориямда тұрғанмен ол иесі бөлек. Иесі айтып отыр, бұл менің теплица, мен істеген, мен ол жерге бір чеге қақпаған. Мен көшіп келгенде ол жерде ол теплица тұрған. Оны даже әкімдіге дейін біледі, ауылдың. Менде куәлер жетеді. Бүткіл ауыл, район бәрі біледі, ол жерде қия өсіріп, олар сонымен айналысқан. Енді бұл қазір менің ойлауымша түсінікті болып тұр да, ол осы уақытқа дейін 8 айдан бері сотты созып келе жатыр ғой қазір, сотты. Әр осы митингі бірдеңе болатын, акция болатын кездерде шақырып алады сені. Мен оған соған болады. Қайта сот тіркемей қойма деп қойдым. Түркияда бұл жерде бар дәлелдер бар. Қазір мені Әбләз митинг жариялаған сайын мені шақырып отырған повесткалар, жаңағы прокурордың 4-5 несі ескертуі, олардың бәрі бар. Именно сол күн 9 күні мені бұлар бүйтіп жазып қойды ана жерде. Бақа деген азамат үйінде бізге мәлімет келіп түсті, үйінде наркотик сақтайды екен деп. Сол бойынша келдік деп ешқандай санкциясыз, ордерсіз үйіне тінту жасады. Сол күні бұлар көрсеткен сол күні түсті деп жазылған, жаңағы осындай мәлімет түсті деп. Ал мені таңғы сағат 6-тан бастап үйінде аңдып отыр. Мен сол күні митингке шығып келе жатқанда таңертеңнен бастап 3 машина артынан аңдып келіп, қалаға келіп светофорға тоқтаған кезде сол террорист ұстаған секілді. Значит, бұлар осы жағдайды арнайы жасап отыр, что? Мен айттым, көршілерім шақырыңдар, мен танитын адамдар куәлер, солар болсын қарап тұрсын деп. Олар келе жатып еді, оларды қуып жіберді, және видеода оның бәрін кесіп тастапты. Оларды қуып жіберді, өздері бір танымайтын біреулерді алып келді. Түсінікті. Понятойларды ғой, понятой дегендер,
Так, енді қосатындар. қосатындар. Бұл кісіге қазір 259, бап 1 ма? Бап 2 и 300. 300-ның екісі. 300-ның екісімен мен не айтылам? Бұл жерде біріншіден жылудың басында немен экспертті алып келу керек еді. Ол анау культивированный ма, не культивированный ма деген нәрсеш. Бұл жерден нақты көрініп тұр, что ол не культивированный деген. Неге де сен сабақтар бәрі жұқа. Ол культивированный болса, ол басынан бастап елка болып өседі. Сондықтан бұл жерде дәлел бар, что ол жермен келген нәрсе екеніші. Но сот қарап атқан жоқ ол нәрсені. Мен оны айтып та кеттім, адвокатқа да айттым, адвокатта да мені сөзін тыңдамады. Сондықтан бұл жерде дәлел бар, что ол жерде не культивированный. Бұл жерде сразу 300 статья отпадает, потому что культивация емес бұл жерде. Енді 259 надо доказать еще, что ол екеніші. Сол мен айтайын дегенші. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Мына біз бүгін бүтін Қазақстанның белсенділері осы Өскемен қаласында жиналып, Бақтыбек бауырымыздың сотына қатыстық. Бізді ол жерде прямо видео каналды түсіруге рұқсат еткен жоқ. Видеоны 9 июнь күні видео түсірген екен. Соны бізге өздеріңіз көрсеңіздер болады деді. Біз соны бақылап көріп отырдық. 9 июнь күні бұл жерде көктем сияқты болып тұрады екен. Жаңбыр жауып тұр. Барлық жақ көк өсіп жатыр. Жаңағы тергеушілердің өзі жаңағы сол жерде бақылаушылар келіп снимать етіп жүргенде барлық жерде өсіп жатыр. Жаңағы жинап жүрген шөптері далада да өсіп жатыр, ана жақта да, мына жақта да өсіп жатыр. Жаңа көріп жатырмыз да. Кейін именно келіп теплицаның ішіне жаңағы төбесі ашылып қалған екен, салафан ұшып, сол жерден жаңбыр жауғанда қалып кеткен жаңағы несінен бір 5-6 жаңағы грядкасының ішінде өскен екен. Соларды теріп санап жүрді. Далада толып жатыр ғой. Далада толып жатыр. Егіп не қылады бұлар? Мынандай мысал келтіргім келеді да. Тау тастың арасында келатсаң да, бір тасты көтеріп жүрсе қалай болады? Неғып көтеріп жүрсе керек маған десе. Барлық жақта тас жатыр ғой, не қыласың мұны десе. Ана бас істейме, бас істемейді ме деп айтасың ғой. Сол сияқты барлық жақта ол өсіп жатқан нәрсені егіп не қылады бұлар? Есі ақылы бар адам болса, кішкентай ғана. Соны айтқым келеді. Мына жігітті тез ақтап, мына сотты, мына комедияны тез тоқтатып жауап тастауларыңызды талап етеміз. Алға Қазақстан. Алға. Біздің Өскеменде, Шығыс Қазақстанда көп белсенділерді осылай акцияның алдында қорқытып атады. Андып жүреді. Міне осы біздің мысалы кешегі кіманан Серікті де осылай соттады. Жала жауып оған. Видео таба алмады, акцияға жібермеу үшін сен аны видеоролик шығардың деп, сол үшін 1 жылға бас бостандықтан айырылды условно. 3 жылға интернетпен полиция етуге болмайды деп, сондай үкім шығарып отыр. 10 МРП. Міне екінші случай осы міне Бақытбекпен және барлығыздар сотта болдыңдар. Онда біз неге митингке акцияға шықпау үшін не наркотик кетеді, шөп өсіреді деп жала жауып отыр. Оны барлығы біледі, көршілері барлығы, ауылдастары барлығы айтып отыр. Көрінген жерде өседі әлгі шөбі. Оны бізді қорқыту үшін, неге митингтерге алаңдарға шықпау үшін, бірірек болмасын деп, әде полицияның методы қазіргі шерген үкіметіне, Назарбаев үкіметіне, әде берген несі, постановлениесі өзінің задачасы. Кеше әлі біздің Русланда акцияға алдында мәшін несін шабын жақпадың, ремен тақпадың деп, жолда келе жатқан жолда тоқтатып алды. Не повестка жоқ, ешқандай не жоқ, жала жауып, қорқытып, неге бармау үшін. Солай бізде, не только біздің Шығыс Қазақстанда, барлық мүкіл Қазақстанда көріп отырсыздар ғой. Қазіргі не бандитский метод полицияның. Қол келетті, қолы бұрайтты, алып келді. Мен өзім неше күн 21 сентябрьдің алдында 8 күн мені үйден шығармай ұстап отырды. Андып отырды. Күні бой мәшін есік алдында. Одан басқа олар полицияға, КНБ-ға істейтін жұмыс жоқ па? Сол бізді барымызды анду, қорқыту, шығармау. Соны айтайын деп мен
Біз қорықпаймыз, біз уже одан бір күшейіп келеміз, біз біргеміз, біз дел ақылды адамбыз ғой, бізде табамыз оны метод оған күресуге. Күш бірлікте алға Қазақстан. Рахмет аға. Тағы кім? Мәке. Да, тұрыш. Енді мен не айтам? Қазақ елі, қазақстандықтар, именно қазақтар соттан көз ашпайтын болдық. Міне түнгі сағат 3-те келдік. Неше күн жүріп Зайсаннан келдік, Қасермен мұрагердің сотынан. Оны онда соттады, но арғай жібермеген қалдық Құдайдың қалауымен. Сол белсенділердің біріккені осындай жерде көрінді. Енді мұнда Бақытбектің соты болып жатыр. Бақытбектің сотында жаңа айтылып кетті алдымызда. Бұл да әділетсіздік. Ешқандай дәлел жоқ, түгі жоқ. Дәл сайлау күні міндетті түрде қуғын сүргін, дәл сол күні ұстағандағы жала. Видеодан көрініп тұр жала екені. Бұндай ермен, мұсияқты ермен мен үйімде де өсіп тұр. Мен үйімде де бар, осындай толып тұр. Осы сияқты ермен. Сонда көршім үйінде соттай бере ме, мен де соттай бере ме, халықтың бәрі соттай берсін, ермен өсіп тұр екен деп. Сол басқа түк жоқ. Енді әділетсіз жүйе, шіріген жүйе, сол басқадай шіріп бітті уже. Енді біз тек қана мына Бақытбек емес, белсенді емес, барлық қазаққа бастарына қандай да бір ауыр жағдай осы полициядан жәбір көріп жүрсе, барлығына қолдау білдіріп, барлығының қасына бере аламыз, қолдау білдіре аламыз. Көше партиясының арқасында бәрін жеңеміз. Көшеге шығып үйреніңіздер. Сағын комментария. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қазақ елі, мына жаңа соттың куәсі болдық. Қасымда отырып. Енді бір айтатыным, мынау Жамбыл облысында Чудағы көзін құрта алмай жүрген жаңа конопляны барлық жерде өсіп жатқанын білесіздер. Сол себептен ол далада өсетін жабайы шөп екенін білгендіктен бұны жаңа заңсыз жасап отыр. Бақытбекті біздің арамыздан осылай жаңа қорқытып ұстау үшін, жаңа белсенділік танытқан үшін істеп отыр деп айта аламын өзім. Өз басым соған тұжырымдаймын. Осы мына халқым бір-бірімізді қолдап, бір-бір күш болмайынша, жұдырық болмайынша біз ешқашан бір-бірімізді қолдай алмаймыз. Сол себептен бәріміз бір-бірімізді қолдайық. Көше партиясы алдыға, көшеге шығыңыздар, ешкім қорықпаңыздар. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Ал құрметті қазақстандықтар, міне қазір біз сотта қатыстық, көрдік сотта. Бұның бәрі бұлай шындығы подстава екенін көрініп тұр. Шырай, ана жерден жабайы шөп екен, тем более ішінен шөптердің арасынан теріп алып жатыр. Оны ешкім қолмен арнайы еккен емес, көрініп тұрған дүние жабайы екен. Далада да өсіп жатыр. 19 июньда митингіге шығады деп алдын ала осылай подстава жасады да. Осы уақытқа дейін 8 ай уақыт өтті. 8 ай уақыт өтсе де әлі шешім шыққан жоқ. Оның себебі, бұл созылуының себебі. Просто оларға бұл бір жақсы повод да. Митинг болады ма, акция болады ма, бірдеңеге шығар кезде бұны шақырады, бітті. Бұларда повод бар. Көрдіңіздер ме? Біздің қазында белсенділерді көбісінде басынан өтіп жатқан жағдай негізінде осы. Өзімізде де, мысалы үшін, кеше 378 бен 40 сағат жұмыс берген, 16 мың теңге шырап жазып берген да, осы уақытқа дейін сұраған жоқ та, ертең бір акцияның митингінің алдында шақырады, оны міндетті түрде, оны білеміз да біз. Соны күтіп жатырмыз өзімізде. Сонда енді құрметті қазақстандықтар, әрқайсыңыздың басыңызға түсетін жағдай болуы мүмкін бұл. Қазіргі мына жүйе тұрған кезде, тұрғанда. Сондықтан кішкене қолдау көрсетіңіздер, ояныңыздар, шығыңыздар, талап етіңіздер. Біздің айтатымыз тек қана оян қазақ дейміз. Оянбасаң ертең ұйықтап жатып, оянған кезде құл болып оянасың. Бұны көріп отырсыздар ғой, қазірде осы уақытқа дейін 30 жылдан бері алдап келген біз сіздер сеніп отырған Нұрботтарға айтпақшы. Нұрботтарға. Бұна Назарбаевты әбден қолдадыңдар. Соның мүддесі үшін қаншама халқымызға жала жаптыңдар. Соның мүддесі үшін бұна Нұр Отанның Нұрботтары. Назарбаевтың мүддесі үшін сендер қаншама сайлауларды фальсификация жасадыңдар.
заңсыз сайлау өткіздіңдер. Міне аталарың сендердің педофил болып шықты. Көрдіңдер ғой. Масқара ғой мынау деген. Таза масқаралық қой бұл. Енді бұл аты көбеді бәлең енді қазір педофил болды енді. Басқа амал жоқ енді. Шындық қой енді бұл. Қазір міне көрініп тұрған. Уже әлемге жарияланды бұның бәрі. Сондықтан нұрботтар болды, сендердің күндерің бітті. Халық жағына өтіңдер әлі кеш болмай тұрғанда. Себебі уже жоғарыда межклановый соғыс басталды. Олар ертең соғыс жатқанда сендер екі ортада масқара болып қаласыңдар, қара бет боласыңдар. Сосын комитет Назарбаевский безопасность олар айтарым сол. Бітті уже аталарың. Міне педофил болып шықты. Көрдіңдер. Сондықтан уже қорғаудың қажеті жоқ. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Қанша жерден жала жапсаңыздар да біз сияқты адамдарды қорқытып сағын сындыра алмайсыңдар. До конца кетеміз. Соңына дейін. Алға! Ал, құрметті қазақстандықтар. Алла нәсіп етсе түстен кейін келеміз. Соттың киноның екінші жартысына. Нағыз кино болды. Бар, түстен келейік. Қазірше аман сау бола тұрыңыздар.